Тұсау кесу қазақтың дәстүрлі салт-дәстүр түрлерінің бірі. Бұл бала тәй-тәй басып, алғашқы қадамдарын жасай бастағанда орындалады. Ізгі мақсаты сәбидің болашақта нық қадам жасап өмір жолында сүрінбей тез жүріп кетуін тілеу. Кесудің мәні мен реттілігіне тоқталайық. Малдың шегін ажып, аның аяқтарына жеңіл байланады. Ал кесуші адам жүрісі жирақ, өмірде жолы болған, дер сыйлайтын адам болу керек. Кесілетін құрал өткір қайшы немесе пышақ. Тұсау кескенде бата тілек айтылады. Баланы жүгірту, баланы кедергіден өтіп, болашаққа сенімді қадам басады. Бұл дәстүр қазақ халқының баланың болашағына деген сенімі мен ізгі тілектерін білдіреді.